Үшінші бөлім отбасылық дәстүрлер мен мерекелер. Тыңдалым мәтіннің тақырыбы әр отбасында қандай дәстүр болуы керек. Әр отбасының өзіне тән дәстүрлері отбасылық құндылықтарды сақтап, нығайтатын маңызды құрал. Олар балаларға тәрбие беруде, жақындар арасындағы байланысты күшейтуде үлкен рөл атқарады. Әр отбасында болуы мүмкін маңызды дәстүрлерге тоқталайық. Бірге тамақтану дәстүрі. Жақындар күнделікті бір дастархан басында жиналса, отбасы мүшелері бір-біріне жақын болады. Сондай-ақ отбасылық мерекелерді тойлау да маңызды. Мысалы, әр адамның туған күнін есте қаларлықтай өткізу, Наурыз, жаңа жыл сияқты мерекелерді қызықты ұйымдастыру отбасы мүшелерінің мерейін өсіреді. Келесі, шежірені зерттеу. Жеті атасын жаттату және отбасы шежіресі туралы әңгімелеу балалардың ата-бабаларына шыққан тегіне деген құрметін арттырады. Отбасымен бірге табиғатқа шығу, кино көру, спортпен шұғылдану дәстүрге айналса, отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынас нығаяды. Отбасы мүшелері бір-біріне қызықты кітап оқып берсе, балалардың оқу мәдениеті қалыптасады. Үй шаруасын бөлісу, отбасымен қайырымдылықпен айналысу балаларды жауапкершілікке баулиды. Отбасылық дәстүрлер балаларға өмірлік құндылықтарды үйретуге, оларды тұлға ретінде қалыптастыруға ықпал етеді. Тапсырма. Мәтінде қандай отбасылық дәстүрлер туралы айтылған? Отбасылық дәстүрлер не үшін қажет? Сіздің отбасыңызда қандай отбасылық дәстүрлер бар?